Құрметті әріптестер, бүгінгі онлайн кездесуіне қош келдіңіздер. Қарымды қаламгер клубының мүшесі, ақын, халық қаһарманы Жұман Тәшенов атындағы сыйлықтың иегері, орталық газет Қазақстан газетінің журналисті Жәлел Қуандықұлы мен Артық білім кітапты атты онлайн кездесуіне қош келдіңіздер. Кездесудің мақсаты қазіргі кезде кітаптан алатын білімнің қаншалықты құнды екендігін сипаттай отырып, оқырмандарды кітап оқуға шақыру, білімнің бастауы кітап екенін дәлелдей отырып, оқырмандар кітап оқудың қыр-сырын сипаттау, оқырмандарға өзіндік үнімен, табиғи болмысымен ерекшеленетін талантты жас ақын Жәлел Қуандықұлының құндауыт жыр кітабында әртүрлі тақырыптағы өлеңдер топтастырылып отыр. Өлеңдеріндегі азаматтық үні, туған топырағына деген сыршыл сағынышы, махаббат сезіммен қатар өрілген астарлы өмір шындығы талғампаз оқырманға ой саларына сенеміз. Жылдың үздік сыйлығы ақыны атанған 2015 жылы Жәлел Қуандықұлы. Міне біз бүгін сізге үлкен онлайнмен кездесуге келіп отырғаныңызға рахмет айтамыз. Кітап адамзаттың өмірлік досы, жан серігі, ақылшысы, өзінің сырласы екенін жақсы білеміз. Кітап оқыған сайын өзіңіз басқа бір әлемді көресің, терең ойға шомыласың. Сол кітаптағы кейіпкермен жолдас боласың, сырласасың. Соған жан сырыңды дүниеңмен беріліп, кейіпкерге ақыл бергің келеді. Өмірде өзіңе керекті аласың, ой түйесің, жіберген қателігіңді мойындайсың, өкінесің, жаныңа адал досы дейсің. Міне осындай адал да асқар кітапты өзіне өмірлік серік қылған, дос қылған, кездесуге келіп отырған журналист Жәлел Қуандықұлы, сөз кезегін өзіңізге береміз. Саламатсыздар ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Айта берейін, бастай берейін ба? Бастай беріңіз, ахан. Бүгінгі тақырып енді жалпы кітап, артық білім кітапта деп тұр ғой тақырыбы. Жалпы адамзаттың барлық құпиялары, жалпы білімнің барлық құпиясы кітапта сақталған біз білеміз. Мынау ежелден қарап отырсақ, көне мемлекеттердің тарихынан қарап отырсақ та, сол қандай елге, мысалы жерге қиын жағдай төнген күннің өзінде ең алдымен сол кітапханаларды сақтап қалудың жолдарын қарастырған екен дейді. Баяғы ежелгі көне мемлекеттер. Менің білуімше Таласбек Әсемқұлов дейтін біздің үлкен ақын, жазушы, ғалым ағамыз бар. Соның бір мақаласында айтады, Вавилонның, Мысырдың пирамидаларының өзі сол кітап, сол ең биік шыңына кітаптарды жасырып, сол кітаптарды, яғни тарихты аман алып қалу үшін сол пирамидалар құрылған деген дерек бар, мен өзім оқып көрдім. Мынау енді Арарат дейтін тау бар ғой, Арменияда. Сол Арарат тауының ең жоғарысында Арменияның ең үлкен орталық кітапханасы орналасқан екен. Жалпы мен өзім кітапқа бір табан жақын адаммын. Оның енді бірнеше себептері бар. Өзім кітапханада жұмыс істегем. Гоголь кітапханасында жұмыс істедім. 3 жылдай. Екінші дәрежелі кітапханашымын өзім. Сондықтан кітапхана ісінің да біраз қыр-сырын әжептәуір бір кісідей білем. Сол енді сол кітапханада істеп жүрген кезде жалпы кітапқа деген қызығушылығым кәдімгідей арта түсті. Көзім ашылып, кітаптың тек қана көркем әдебиет. Мен бұрын ойлайтынмын, тек қана сол көркем әдебиет қана болатын шығар деп. Сөйтсем, кітап түрлі салаларда кітаптар болады екен. Ғылыми кітаптар, тарихи кітаптар, әртүрлі математика болсын, психология, басқа салаларда да кітаптар кәдімгідей көптеп шығып жатады екен, соған көзім жетті. Ал енді жалпы біздің еліміздегі жалпы кітап оқу жайына тоқталатын болсақ, қазіргі таңда дегенмен кітап оқу қазір енді кішкене ақсап тұр ғой, жасыратын ештеңесі жоқ, бірақ біз енді ел жұртты кітап оқымадым деп та сөге алмаймын. Өйткені басқаша кітаптың иісін сезіп
кітаптың парағын парақтап шаңын жұтып отырып оқығанға жетпейді деп ойлаймын. Жалпы мынау адамзаттың алыбы орыс поэзиясының классигі жалпы Пушкин қайтыс болар алдында қош болыңдар достарым деп кітаптармен қоштасқан екен дейді. Яғни Пушкиннің достары кітаптар ғана болған деген қорытынды шығарған. Мынау Мұхтар Әуезовтің өзінің бір сөзі бар екен. Кітаппен достасқан адам өзін интеллигенция өкілімен деп есептемесін деген екен. Бұдан да келіп шығатын қорытынды Әуезовтің өзі кітап оқуды бірінші орынға қойған. Қазіргі заманымыздың ең үлкен көрнекті ақындарының бірі Есенғали Рошан сұхбатында айтқан екен. Мен өзімді көп өлең жаза алмадым деп емес, көп кітап оқи алмадым деп өкінемін депті. Соған қарағанда кітап оқудың жалпы шығармашылық адам болсын, кез келген қарапайым адам болсын, кітап оқудың оның өмірінде алатын орны үлкен орны бар деп мен өзім есептеймін. Сондықтан да үнемі кітап оқуды әдетке айналдырғанмын қазір. Үйде өзімнің жеке кітапханам бар, шағын. Жан жақтан жүрген жерімде кітап іздеп жүремін. Қайда жүрсем де сол өзім кітапта болады. Күнге барсам да, қонаққа барсам да бірнеше кітапты қатарынан бастап қойып, ананың қызық жеріне келсе, ананы оқып, кезек-кезек оқитын да сәттерім болады. Сондай жағдай жалпы. Деп, осы жерде бір тоқтап, өздеріңізге беретін шығармын тізгінді енді. Қандай сөйлей берсем болмайтын шығар. Жақсы, рахмет. Әрине, кітап адамның жан досы, сырласқан адамға үлкен ақылшысы деп ойлаймыз. Біз енді осы кітапханасында саласында істеп отырғаннан кейін, әр біздің оқырманымызға кітаптың қыр-сырын түсіндіріп, оны оқып, оны жеткізе білулеріне, сол өздерінің қызығушылығын арттыруға үлесімізді қосып отырамыз. Енді сіздің шығармашылығыңызға қарай ауысатын болсақ, өлең жолдарыңызда жаңағы көбінесе туған елге деген сағыныш, туған жерге деген махаббатыңыз ерекше көрініп тұрады. Маңдайымға жазылған тізбекпенен әлі талай көктемді күз өткізем. Әлемде бір жұмбақ бар, мен шешілетін. Сол жұмбақтың шешуін іздеп келем деп, сол жұмбағыңыздың шешуін таптыңыз ба деген сұрақ қойғым келіп отыр сізге осы бір өлең жолдарыңызды пайдаланып. Жоқ, ол шешімнің жұмбағы. Енді естілді ме? Естілді. Ол осыдан бір 3-4 жыл бұрын жазылған өлеңі. Жалпы енді естілді ме? Жаңағы сұрағыңызға жауап берейін деп. Естіп тұрмын, иә. Жаңағы сұрағыңыз әдемі сұрақ екен. Осыдан бір 3-4 жыл жаңағы сұрағыңызға жауап берейін деп едім ғой. Жаңағы сұрағыңызға жауап берейін деп едім. Ол жұмбақтың жауабы әлі табылған жоқ. Жалпы өзімді шығармашылық ретінде кезінде мұқырдыңда қарап отырсақ асығу деп осындай тақырыпта жазған өлеңдер. Сондықтан сол жаңағы сіздің қойған сұрағыңыз өте бір қызықты сұрақ екен. Бір анау өзіме көңілім естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Сұрағыңызды айтамын. Қызық сұрағым екен. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын деп айтып жатырмын да. Өзімді қамшылаудан, толмаушылықтан жазылған өлең ғой. Шығармашылықтың ретін келіп, шығармашылықтың құпиясын бір ашқым келіп, сондай бір сәттерде туған өлең. Жақсы. Ақын өзінің ішкі дертін, жан аруын үнжуге айналдыратын жұмбақ жан дейді. Осыны қалай деп айта аласыз? Осыған келсеңіз бе жұмбақ жан дегенге? Ақынның жұмбақ жан болған.
Өзінің ішкі Өлең дертін, оқып жан аруын берейін. інжуге айналдыратын жұмбақ жан дейді. Сіз сондай жұмбақ жансыз ба? Жаңа қандай сұрақ қойып едіңіз? Жұмбақ жан деп па? Иә, ақындарды жұмбақ жан дейді. Осыған келісесіз бе? Сіз қандай жұмбақ жансыз ба? Ақын өзінің ішкі дертін, жан аруын інжуге айналдыратын. Келісем я жалпы жұмбақ жан. Жалпы келісуге болады. Мен енді өзімнің қаншалықты жұмбақ екенімді оқырмандар айта жатыр. Мен енді жалпы кез келген қиындық болсын, кез келген жағдайлы сәттерде, түрлі бастан кешкен сезімдерді барлығын шама келгенше қағазға өлең қылып төгуге тырысамын. Соны айтқан шығар. Сіздің айтқаныңыз осы шығар. Жақсы. Енді өзіңіздің сол өлеңдеріңізден бір-екі өлең оқып берсеңіз біздің оқырмандарға. Оқып берейін. Қандай тақырыпта оқиын? Енді туған жер, махаббат, қазір жастарды қызықтыратын. Туған жер, махаббат. Өнер. Ай қыз деген өлең оқып берейін. Жақсы. Ай қыз деген өлең оқып берейін. Қасы қара, қарындас, ақ күртелі, кірпіктерің өңінен бақ бүркеді. Еш кірпінсіз келбетін күйге бөлеп, қараңғыдан адаспай таптым сені. Жасқан шақтау жүзіңнен мөлдіреген, қауыз жара қоймаған гүлді көрем. Күннің нұры сіңбеген сағағына, қылдай нәзік тағдырай үлбіреген. Көп ішінде ерексің, аппақсың сен, ақ болып қалу қашан да жақсат білсең. Қарған тәтті қылығың ең ұлы жүр, сол табиғи қалпыңды сақтап жүрсең, жаттап жүрсең, жырымды өзің жайлы, мөлдірлігі етерді көзің дәйге. Бірақ сәттік толғаныс ғұмыр ұзақ, тазалығы мәңгілік бұзылмайды, жанарына аспанның жасқан малды, желден екі бір әнін бастап алды. Көрініп жүр осылай ай секілді, онсыз өмір қараңғы, тас қараң. Жақсы, рахмет. Ал қатысып отырған оқырман сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса берулеріңізге болады. Желіде отырған оқырмандар сұрақтарыңыз бар ма? Микрофондарыңызды қосып берулеріңізге болады. Саламатсызба. Карл Эттун, это 29-й филиал. Вот я хочу к вам обратиться. Вы как вот сказали, что вы были библиотекарем, тоже работали в библиотеке Гоголя. У меня такой вопрос. Вот вы, если уже знакомы с нашей сферой деятельности, то вы, наверное, знаете, что с библиотек требует работу со СМИ. Вот мы должны печататься в газетах. Вот почему мы в Арталык Казахстан все время в газету даем материалы, нас почти никогда не печатают. У меня такой вопрос, к кому можно обращаться, чтобы наши заметки библиотекари печатали в газете? Нет, мы почему печатаем? Я вот постараюсь, например, Гоголя, Бектуровские библиотеки, да, Авезовские библиотеки, я всегда постараюсь, например, чтобы печатали. Да, можно вот какой-то телефон, какой телефон, кому обращаться, чтобы печатали, потому что сколько в редакцию звоним, посылаем, мы не можем добиться. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас я вам телефон дам. Ответ секретарь, пишите. Так, ответ секретарь. 43. Пишите, да? Я жазып отыр. Да-да. 43, 57, 76. Спасибо большое. Не за что. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма тағы қоятын? Осының шығармашылығы жөнінде өзіне. Мен мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр, Жәлел мырза. Қаламдас досыңыз кім? Өзіңіздің қаламдас жақын досыңыз кім? Қаламдас жақын досым ба? Жәнібек Әлиман деген досым бар. Осында бірге жұмыс жасаймыз, бірге жұмыс істейміз. Бірге жұмыс жасаймыз. Ерболат Қуатбек деген Ерболат Қуатбек деген ақын досым бар сосын. Жақсы.
Енді қараңыз, өлең Жетеді шығарған енді. кезде адамға бір шабыт, біреуге түнде келеді, біреуге таңертең келеді, біреуге түс ауа келеді дейді ғой. Сіздің шабытыңыз қай уақытта келеді, және шығарған өлеңіңізді бірінші кімге оқисыз? Менің шабытым ерекшелеу басқа шабыттарға. Менікі көбіне душта отырғанда келеді, душқа түсіп жатқанда әртүрлі идеялар келеді. Бір емес, бірнеше рет мен сынап көрдім. Душқа түсіп жатқан кезде мүмкін адам жуынып жатқан кезде миына әсер ететін болар. Мейлі осы душқа түсіп жатқан кезде маған түрлі өлеңнің қос жолдары, мысалы кейде бір шумақ тұтасынан келеді. Осындай жақсы идеялар душта отырғанда келеді маған. Содан душтан шыға сала жүгіріп барып, қағазға түсіруге тырысамын. Сосын өлең туған кезде ең бірінші келіншегіме жарым оқимын. Ләззат деген келіншегім бар, біреу әзірге. Сол келіншегіме оқимын ең бірінші. Бірінші оқырманым сол кісі оқып, тыңдап, бағасын береді. Жақсы, рахмет. Мына өлеңдеріңізді оқып отырсам, кішкентай балаңызға арнап жазған бір сағыз деген өлеңіңіз бар екен. Бұл енді әр өлеңнің бір өзі мағынасы болады ғой, ерекше шығуына, әсер етуіне. Осы жайында айтып бересіз бе, сағыз жайында? Сағыз, жалпы, мынау мен өзім енді мүмкін дұрыс болар, мүмкін бұрыс болар. Кешке барған кезде үйге анау 3 балам бар ғой, 3 балам алдымнан жүгіріп шығады, сол кезде құр қол баруға ұяламын өзім. Сосын жаңағы сағыз алып барам, бірдеңе алып барам, содан балдарым соған жаман деп айтады. Сосын күні бойы соны ойлап жүремін, сағыз ұмытып кетпесем екен деп. Өйткені анау біз сондай жүрегіміз нәзік халық, бір сол әлемді орындай алмай қалсаң да бір күнәштеп қойған сияқты, бір ана баланың алдында бір жаман нәрсе істеп қойған сияқты, бір кінәлі болып қалған сияқты өзім сондай сезініп тұрамын. Оны дүкенші қыз да біледі, күнде сағыз алып баратынымды, сағыз апармасам не болатынын да біледі. Сондай осының әсерінен туған өлең, жалпы. Балдарым қатты жақсы көремін, содан болса керек, жалпы. Жақсы. Беттерін қайтармауға, сөздерін жерге тастамауға тырысамын. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға қарай ауысайық. Балдарыма деген үлкен махаббаттан туған өлең. Жақсы, рахмет. Мынау артық білім кітапта дейміз ғой. Қандай жанрдағы кітап оқуға насихаттар едіңіз сіз? Қандай жанрдағы кітаптарды оқисыз, қандай кітаптарды оқығанды насихаттар едіңіз? Біреу поэзияны жақсы көреді, біреу драманы жақсы көреді, біреу жаңағы прозаны жақсы көреді деген сияқты. Мысалы, менің өз басым прозаны және поэма. Қазір мен өз басым проза оқимын көбіне. Өйткені поэзияны оқып шаршағанбыз әбден. Қазір проза оқып жатырмын. Үлкен романдар оқимын. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романын оқып жатырмын. Сосын шығыс әдебиетінен Сағди деген автордың үлкен шығыстың классик, жеті жұлдыздың біреуі Сағдидің Юстан деген көлемді еңбегін оқып жатырмын, жалпы. Осындай дүниелер. Сосын бизнес кітаптарды оқып тұру керек деп ойлаймын мен өз басым. Заманға лайық, тек қана көркем әдебиетпен шектеліп қалмай, бизнес кітаптарды, газет журналдарды оқып тұру керек деп өз басым есептеймін. Жан-жақты болу үшін. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма, оқырмандар? Қатысып отырған. Онда бізге тағы да бір өлең оқып берсеңіз, өзіңіздің шығарған өлеңдеріңізден. Мынау кітабыңыз жайында айтып кетсеңіз шыққан. Құмдауыт деген кітаптың аты ерекше. Осы кітаптың атын қалай атадыңыз, осы Құмдауытқа байланысты не айтар едіңіз? Кітабым өз бірінші кітап,
әзірге сол жалғыз кітаппен шектеліп тұрмыз. Енді қазір құмдауыт деген жалпы мен өзім құмды жерде өстім. Құмды білесіз ғой, жалпы Қарақалпақстан жерінде туып, сол қызыл құмның бір шеті сол Қарақалпақ жеріне барып Қызылордамен. Мен сол құмды кешіп жүріп, құмның ыстығына аяғымды күйдіріп өскен баламын. Сондықтан да құмдауыт деп қойдым алғашқы кітабымның атын. Құмдауыт деген құмды жер деген мағына береді жалпы. Сұрақтарыңыз бар ма, көрермендер? Қатысып отырған жерге. Онда сол құмдауыттан бір өлең оқып берсек. Құмдауыт деген өлеңді оқып берейін ба? Ауылым деген бір өлең оқып берейін, қысқа нұсқа. Бүтін өтті десегер сенбе жалған, бүтін қалған жалғыз-ақ мендегі арман. Бүгін кешіп жүргенім жарым жанкүй, жүрегімнің жартысы сенде қалған. Сыртқы көзге түйісіп жатар жаны, егіз өзен секілді жатар налы. Қос жанары бір жылап бір күлетін түсінгендей болып жүрмін жаконданы. Шаласар шарпы сезіліп күшім бенеп, жалбарамын орғанды түсірме деп. Бүтін болған күндерім мазалайды түсімде кеп. О тәңірім қалайша бүтінді өмір сүріп келемін, шүкірменен санамнан да өмір ең қымбат алтын олжа, оңайлықпен түспейтін арқа қолға, бүтінделем деп жүріп жарты жүрек тоқтап қалмайды жарты жолда. Жақсы, рахмет. Міне осы өлең жолдарынан туған жеріңізге деген сағынышты байқауға болады. Енді біздің арамызда мысалы жас қаламгер, жас ақындар көбейіп келе жатыр. Сол жас ақындардың ойынан қандай артықшылық, қандай кемшіліктерді байқайсыз? Өсіп келе жатқан жас буындардың ортасынан, жас ақындардың. У нас не видно. Қандай артықшылық, қандай кемшілік дейсіз бе? Иә. Артықшылығы көп мүмкіндігі бар. Қазіргі жастардың бір артықшылығы көп мүмкіндігі бар. Ғаламтор болсын, жалпы кітап болсын, қандай елге танылу болсын, насихатталу болсын, кітап шығару да оңай қазір. Осы жағынан келгенде жас ақындардың көп мүмкіндігі бар. Ал енді жаңағы екінші жағына келсек, көбісі жаңағыдай кішкене атаққа құмарлау, пиарға құмарлау, ізденуге, кітап оқуға, жақсы өлеңдер жазуға, еңбектенуге кішкене шорқақтау, әлсіздеу болып келеді. Осы жағы кішкене әрине қиындау. Ал енді жаңағы мүмкіндік жағынан келген кезде жастардың көп мүмкіндігі бар. Көп еңбектенсе екен деп өзім білемін, жалпы жастар. Көп еңбектенсе, көп ізденсе, көп оқыса екен деп. Жас кезде көп оқу керек деп ойлаймын өзім. Ақын болып қалыптасу үшін, тұлға болып қалыптасу үшін жан-жақты болу керек. Жалпы ақынның көзқарасы өзінің бір ұстанымы қалыптасу үшін көп оқу керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді кітап оқымайтын адамдар да кездеседі ғой қазіргі заманда ортамызда. Кітап оқымайтын, тек қана компьютерда отыратын, ойындар ойнайтын, немесе басқа бір желіде отыратын адамдар көп кездеседі. Сондай адамдарға қандай бағыт айтар едіңіз осы кітап оқу жайында? Енді жалпы қазір кітапты интернеттен де оқуға болады, телефоннан да оқуға болады. Күнне жоқ дегенде бір қатерлы, мысалы, жаңа айтып отырсыз ғой, интернеттен түрлі ойындар ойнайды, басқа дүниелер жасайды деп. Соны мен айтар едім, бір жарты сағатын, бір сағатын кітап оқуға қиса екен деп. Сөйтіп ойын, жалпы кейбір кісілер ойлайды, біз кітап оқып үйренбегенбіз, оны оқу қиын, үйрене алмаймыз деп. Ол әрине өзін алдау. Күнде жарты сағат, бір сағатын қиып, кішкене бойын үйретсе, содан кейін ақырындап кітап оқуға өзінен өзі бейімделіп кетеді деп ойлаймын мен өз басым. Күнделікті бір жарты сағат, бір сағатын қиса екен кітап оқуға. Өкінбейді, оның көп пайдасы бар. Кейін өзі қуанатын еді жалпы сол ісіне. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша кітап оқыған адам өмірін 2 жылға созып отырады дейді.
Сонда әр адам қанша кітап оқыса, өзінің өмірін қаншалықты созатындығын біледі деп ойлаймын. Бір кітапқа оқып кірген кезіңізде кітаптың кейіпкеріне айналасыз. Сол кейіпкер болып, сол кітаптың ішіне беріліп кетесіз. Ал кейде бір жағымсыз кейіпкерде қиналасыз. Осындай шақтар сізде байқала ма кітап оқыған кезде? Иә, мен көп кәдімгідей кейіпкерлермен бірге кейіпкерлер мұңайса мұңайып, кейіпкерлер қазір мысалы мен Аласапыран романын оқып жатырмын деп айттым ғой жаңа. Анау Тәуке ханның немере жиені Оразмұхаммед сұлтан орыстардың қолына тұтқынға түсіп қалды қазір. Осы моментте тұтқында жүр. Сонымен бірге мен де қазір тұтқында жүрмін Ресейде. Сол сияқты ғой жалпы. Қиналып жүріп тұтқында жүріп, мен де қиналып жүрмін мысалы. Сол дәуірдің, сол кездегі адамдардың Енді қараңыз, сіз Мұхтар Мағауин Аласапыранын оқып жатырсыз. Бұл біздің бұрыннан келе жатқан шығармаларымыз. Мұхтар Мағауиннің, Мұхтар Әуезовтің жаңағы өмірі көз алдыма елестеп, солармен бірге естілмей қалды. Естілмей кетті ме? Сіздікі естілді. Енді естілді ме? Енді естілді, қайталап жүрсін. Осы біздің бұрынғы шығармаларымыз ғой. Мұхтар Мағауин біздің бала кезімізден оқып келе жатқан шығармаларымыз. Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқыған сайын тың деректерге кенелесіз. Сол сияқты қайталап оқитын кездеріңіз бола ма бұрынғы шығармаларды? Иә, мен Абай жолы романын осы былтыр қайталап оқып шықтым. Әуезовтің шығармаларын жиі қайталап оқып тұрамын. Өйткені Әуезовтің тілі, Әуезовтің ойлау жүйесі деген мүлдем басқа әлем. Сондықтан Ғабит Мүсіреповті болсын, Дулат Исабековті болсын, Әбіш Кекілбаевтың күй сияқты шығармаларын қайта соғып, қайталап оқып тұрамын. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма қатысып отырған желі көрермендері? Вот я хотела бы спросить, извините, что на русском языке, я хотела спросить, вот сейчас модно стало вот спрашивать, проводить опросы, соцопросы о том, какие вот 100 любимых книг, 100 читаемых книг. Вот вы сейчас некоторых авторов назвали казахстанских, а вот сами какие книги вы порекомендовали бы вот молодежи читать больше, на каких авторов обратить внимание? Рахмет сұрағыңызға. Менің даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естіліп тұр. Естіліп тұр. Қандай авторларды кеңес беретін едіңіз деп сұрап жатыр ғой әріптестеріміз. Енді мен оқырмандарға жалпы ең бірінші сонау жыраулар поэзиясынан бері қарай оқуды кеңес берер едім. Өйткені жыраулар поэзиясында қазақтың бүкіл болмысы, қазақтың тұтас табиғаты, мінезі, қазақтың байырғы жауынгер қазақтың мінезі сол жыраулардың поэзиясында жатыр деп мен ойлаймын. Мұхтар Мағауиннің Қобыз сарыны, 5 ғасыр жырлайды деген кітаптарынан бастап бері қарай оқыса екен деп мен өзім ойлаймын. Батырлар жыры, қазақтың эпостық жырлары, осылардан бастап оқыса екен. Одан кейін бері қарай Абайдың шығармалары болса болмаса, Қасым Аманжоловтың таңдамалы шығармалары, Махамбеттің шығармалары міндетті түрде рух беретіндей. Одан кейінгі бері қарай келсек, мысалы қазіргі Төлен Әбдік дейтін үлкен атақты жазушымыз бар. Тынымбай Нұрмағамбетов дейтін мықты жазушымыз бар қазір. Жуырда қайтыс болған Рахымжан Отарбаев дейтін мықты ағамыз болды. Соның Шыңғысханның көз жасы деген романдары бар, керемет. Қабдеш Жұмаділов, Әбіш Кекілбаев менің өзім жақсы көретін жазушыларым мысалы. Ақындардан Есенғали Раушанов, Тыныштықбек Әбдікәкім, Ұлықбек Естәулетов мысалы. Енді Мұқағали Төлеген болса болмаса, Серік Ақсұңқарлы өзіміздің жерлесіміз, Абзал Бөкен мысалы. Мен осындай авторларды оқуға кеңес берер едім жалпы. Жақсы, рахмет. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма тағы? Жақсы, рахмет. Сұрақ қойып, бүгінгі осы артық білім кітапты атты онлайн кездесуімізге келгеніңізге. Енді Жәлел мырза, мынау алдымызда үлкен Абайдың 175 жылдығын атап өтіп жатырмыз ғой. 1 жыл болып қалды міне. Биылғы жыл солай деп аталды. Осы Абай жайында шығарған өлеңдеріңіз бар ма? Абайға арналған. Мен жалпы Абай атамызға әлі өлең шығармаппын. Өлеңдерімді бәрін қарап шықтым. Абай атамызға арнаған өлең жоқ менде.
мүмкін оның жауапкершілігі мол шығар, сондықтан болар, мүмкін әлі жазбай. Бірақ биыл бұйырса, Құда қаласа, сол бір ой бар. Абайға, Хакім Абайға оның жаңағы данышпандығын, оның ұлылығын әспеттеп бір жақсы өлең жазам ба деген ойым бар, Құдай қаласа. Жақсы, сәттілік тілейміз. Әмин. Жақсы, міне біздің уақытымызда келді. Бүгінгі біздің онлайн кездесу кешімізге келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Сізге творчестволық табыс тілейміз. Қаламыңыз ұштала берсін. Әр ақынның арманы өзінің бір жақсы бір кітаптарын шығарып, қаламдарын ұштап, жақсы қаламынан жақсы бір халыққа әсер ететіндей әдемі бір өлеңдер туа берсін дегім келеді. Сізге творчестволық табыс тілейміз. Қашанда біз сізбен біргеміз. Жаңа кітаптарыңыз шығып жатса, біз бірінші рет тұсауын біз кесеміз деп ойлаймыз. Біздің кітапханамен үлкен байланыста боласыз деп. Жаңа біздің кітапханашыларымыз айтып жатыр ғой, біздің жіберген мақалаларымызға кішкене көмек жасасаңыз басылуға деп. Осыған кішкене көмек жасаңыз. Енді сізге жаңа біздің 21 филиал түгел шығып отыр. Осының бәрі сіздің жаңағы сіздің оқырманыңыз, сіздің жаңағы жақтаушыңыз деп ойлаймын. Осы кісілер сізден үлкен үміт артып отыр. Сондықтан да қатысуыңызға көп рахмет. Бір ауыз өлеңіңізбен аяқтаңыз біздің кешімізді. Жақсы, бір ауыз әзір. Көсеу деген өлеңді оқып берейін, иә? Мен де соны көздеп отырмын, осы көсеуді оқитын шығар деп. Қараша ол қараушақта зорға анам жүрді қос білегін түрініп, сексеуілдің қыжынаған шоғына отырушем жылынып, армандасаң дәл осында арманда сарын қосып ала бұртқан сарынға, анам отты көсеп қалғанда жарықтық шоқ ұласатын жалынға, жұмбақтанып таңға жайып атырап, көп білуге құмар едім тегімнен, қара көсеу құдіретін бақылап таңғалатын едім мен, содан бері өтті талай мұнар жыл, көсеу сұры кетпей қойды санамнан, өмір мені сан қиянда сынап жүр бәрі арман, кеңдік маған қанмен келген сый екен, адамдығым анам сүн өтеуде, бір ұққаным ауыл жетпей жүр екен, шоқ кеудемді көсеуге. Жақсы, рахмет. Көп рахмет. Сізге творчестволық табыс тілейміз. Қатысып сұрақ бергендеріңізге, барлықтарыңызға, осы желіде отырған желіні пайдаланушылар, сіздерге де рахмет айтамыз. Жақсы, қош, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет айтамын сіздерге де. Алла разы болсын. Жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Рахмет, апай сізге үлкен рахмет. Жақсы, рахмет. Жеңілдеп қалдық. Жақсы, сау болыңыз, аха, рахмет.